Шешесінің дәлдеп тұрып лақтырған қасығы маңдайына тарс етіп тигенде Бану селт етіп көзін жұмып қалса да, дереу есін жиып, көзінен бір тамшы жас тамызбады. Өйткені бұл жағдай бірінші рет болып тұрған жоқ. Балаларының жасаған жұмысы ұнамай қалса, аналарының осындай жазалайтыны үйреншікті жағдайға айналғалы қашан. Бұрындары осындай келеңсіздіктен әкелері қорғап, долы шешелері қолын ала жүгірсе, арыстандай айбатымен қаймықтырып, айқаймен тоқтататын еді. Асқартау әке өмірден өтіп кеткелі, бәрі әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ болып, шешелері әбден қаһарына мініп алды. Әй дейтін әже жоқ емес-ау. Ұлы өлгелі Сағира байғұстың шайпау келіне әлі келмей, бар қолынан келетіні таяқтың тоқпағында қалған немерелерінің етегінің астына жасырып, терең күрсінгеннен басқа шарасы жоқ. Бұл жолғы таяқтың себебі үстел үстіне әкеліп қойған қасықтың үй ішіндегілерге тегіс жетпей қалуы екен. Бану шодырайып ісіп кеткен маңдайын сипаған күйі ас бөлмеге жүгіріп, жетпей қалған қасықты алып келді де, жасқана қарап, өзіне жек көре ажырайып қарап отырған шешесіне ұсынды. Ал шешесі қасықты Банудың қолынан ала бере, қыздың қолынан аямай шымшып үлгерді. Бұл жолы да шешесінің қолы тәннің қатты батса да, 10 жасар кішкене қыз қыңқ еткен дыбыс шығармай, ауырсынған қолын сипалай жүріп, орнына барып отырды. Үстел басында шыбынның даусы естілердей тыныштық. Балалар шешелерінің қаһарына ілініп қалмау үшін алдындағы ыдыстың сыңғырын білдірмей тамақ ішуге тырысып, адуынды анаға көз астарымен жасқана қарап қана қойып отыр. Келініне ескерту жасаса, өзінің халі мүшкілге айналатынын жақсы білетін Сағира кемпірдің Бануды аяп, жүрегі езіліп отырса да, үні шықпайды. Бұлар үйде бір әке, бір шешеден алтау. Банудың өзінен жасы үлкен 2 ағасы бар. Ол кезде олар мектеп жасында. Банудан кейін 2 қыз бен ең кенже інісі бар. Қыздың үлкені болғандықтан үйдің бар тірлігі Банудың мойнында. Соның өзінде бір нәрсеге көңілі жақпай, немесе сырттан біреумен ұрсып келсе, шешесі Банудың ұзын шашын қолына жіпше орап, бөлмеден бөлмеге сүйрелеп жүріп сабайтын. Қыздары шырқыратып сабап жатқанда, жылаған қыздармен қосыла жылағаны болмаса, Сағира кемпірде араша түсуге қорқатын. Алайда келіні ұлдарға таяқ ала жүгірсе, кемпір немере ұлдарының үстіне жатып алып, бұларды сабағанша мені сабай қойшы, деп қызғыштай қорғаушы еді. Қанша көкбет болса да, Марияның енесін сабауға батылы жетпей ме, әлде күйеуінің аруағынан қорқа ма? Әйтеуір енесін таяқ жұмсауға қолы жүрмей, бұл таяқтың ақырын қарғыс жаудырумен ғана аяқтайтын еді. Шешесіне көрген зәбірмен қоса, үйдің бар тірлігін мойнына алып жүрсе де, Бану мектепте ең үлгілі озат оқушы болды. Алғыр қыз сабағына үйден дайындала алмаса да, әр пәннің тапсырмасын үзіліс кезінде орындап алуға жанталасатын. Мектептегі ұстаздары Банудың ең тәртіпті, ең үздік оқушы екеніне риза болғандарымен, үйдегі жағдайдан бейхабар болатын. Сөйтіп жүріп, Бану қыз мектепті өте жақсы бағамен аяқтады да, мемлекеттік үздік оқушыларға берілген грантпен жоғарғы оқу орнына қабылданды.
Қызының тегін оқуға қабылдаған естіген Мария басында: «Сені оқуға жібермеймін. Бәрің оқып кетсеңдер, сендерді кім асырайды? Ауылда қалып жұмыс істеп, бауырларыңды асырайсың», деп бұлқан-талқан болғанымен, артынан мектеп әкімшілігі мен ағайын туыстың араласуымен қызын амалсыз оқуға жіберуге мәжбүр болды. Жалғасы бар.